Өзіңізді арзан етіп көрсететін 10 әдеттен аулақ болыңыз. Ата-ана қатал болса, көп өтірік айтатын балаларды тәрбиелейді. Ұлың мықты болса, еліңдікі, әлсіз болса, келіндікі. Жақсы әйел ұл туса, патшадан болмас кемдігі. Әйел ашуланса, жеңіледі, еркелесе, жеңеді. Адамды көрікті ететін жүзі, жүзді сұлу ететін екі көзі. Десек те, адамды адам ететін оның аузынан шыққан сөзі. Балаңмен 7 жыл ойна, 7 жыл тәрбиеле, 7 жыл дос бол. Содан кейін тізгінді өзіне бер. Тәртіпсіз өскен баладан тәртіппен өскен тал артық. Бір ит көріп үреді, екі ит еріп үреді. Бір күндік бақыт іздесең, сұлулықтан ізде. 1000 күндік бақыт іздесең, адалдық пен пәктіктен ізде. Өмірлік бақыт іздесең, өзіңді сыйлайтын жанды ізде. Екі жүзді пышақтан сақтанба, екі жүзді адамнан сақтан. Темір сырын отта танытады, адам сырын жоқта танытады. Адамдар бірін-бірі түсінгенше жарты ғасыр өтеді, ал бір-бірінің қадіріне жеткенде өмір бітеді. Үнсіздігім, тектілігім, әрбір сөзге беретін жауабым бар әлбетте. Бірақ кей сөзге қараймын, сөз бе деп. Кейде айтқанға қараймын, адам ба деп. Адамның ең үлкен қателігі жастық шағын ойын-сауыққа беріп, ғибадат құлшылығын қарттық шағына қалдыруы. Балаң жақсы болып өссін десең, жастайынан жасытпа. Әйелді табағынан байқа, баланы талабынан байқа. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны. Адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасап тұрып басынғаны. Санасы биіктер жақсылығыңды көреді, санасы төмендер жамандығыңды тереді. Қарапайым жандарда тәкаппарлық дегенді білмейтін жүректер бар. Кемшілікті іздемейтін көздер бар. Жылылығы кетпейтін жүздер бар. Адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді. Ақылды ісіне сенеді, ақымақ күшіне сенеді, әңгүдік түсіне сенеді. Ақша жақсы құл, бірақ жаман қожайын. Еш уақытта өтіп бара жатқан қиыншылыққа беріліп, екі қолды түсіре салмаңыз. Бүгін ауыр, ертең өте ауыр болуы мүмкін. Келесі күні күн шығады. Көрінгеннен де көбірек болсын даналығың. Көп білетініңнің азын сөйле. Уақыт адамды күтпейді. Кешегі күн тарих, келер күнді біле алмайсың. Бүгінгі күн берілген сыйлық,
дұрыс пайдаланып қал. Әдемі сөйлейтіннен сақтан, өйткені ол сөз арқылы арбауы мүмкін. Үндемей тірлігін тәртіппен жасап жүргенді өзіңе үлгі ет. Тәуекел етпесеңіз, тәуекел еткендердің қолында жұмыс жасайтын боласыз. Сабыр жақсылық қазыналарының бірі. Алла тағала оны ардақты құлдарына ғана береді. Нағыз ер жігіт 3 жағдайда ғана тізе бүгеді. Біріншісі намаз оқығанда, екіншісі анасының қолынан сүйгенде, үшіншісі науқас адамды көтеру үшін. Кім болсаң да өз салаңның мықтысы бол. Табысқа жеткендердің көпшілігі табандылық танытқан адамдар. Ақша үнемі оны басқара алатындардың қолына өтіп отырады. Ақша адамды бұзбайды, кімнің кім екенін көрсетеді. Адамдардың сені қызғанып, көре алмауы сенің дұрыс бағытта екеніңді көрсетеді. Себебі адамдар еш уақытта өзінен төмен адамдарды қызғанбайды. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп. Жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Басыңа іс түссе, жаман дос алыстап жүрер, жақсы дос жаныңда жүрер. Олай болса, сізді арзан етіп көрсететін 10 әдетке көшейік. Біріншісі, балағат сөздер мен әдепсіз сөйлеу. Екіншісі, тәртіпсіз істер. Үшіншісі, күтімсіз шаш. Төртіншісі, лас аяқ киім. Бесіншісі, қатты сөйлеу, дөрекі сөйлеу. Алтыншысы, қоғамдық орындарда мұрын тарту. Жетіншісі, ыңғайсыз сұрақтар қою. Сегізіншісі, жағымсыз иіс. Тоғызыншысы, асығыстық. Оныншысы, белгіленген уақытта келмеу, яғни үнемі кешігіп жүру. Міне осындай әдеттерден аулақ болайық. Каналға тіркеліп қолдай кетіңіздер.